Қайырлы күн. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Play Market. Бұл сабақта қарастырылатын сұрақтар. Play Market деген не? Play Market не үшін қажет? Play Market бағдарламасын қалай пайдаланады? Play Market деген не? Play Market өте пайдалы сервис. Ол Google компаниясына тиесілі және фирмалық онлайн дүкенін ұсынады. Онда көрсетілген барлық бағдарламалар бірнеше санаттарға бөлінген. Олар қосымшалар, ойындар, музыка, кітаптар және тағы басқалары. Әр қайсысында өз жіктелуі бар. Жанр, стиль, бағыттар бойынша. Play Market не үшін қажет? Play Market телефонда бағдарламалар орнату үшін арналған. Бағдарламаға кіру кезінде экранның төменгі бөлігінде 4 бөлім бар. Олар ойындар, қосымша, фильмдер, кітаптар. Ойындар бөлімі. Бұл бөлімде ойынның түрлі жанрлары орналасқан. Ескерту. Экранның жоғарғы бөлігінде мына бөлімдер бар. Ұсынамыз, үздік, ақылы, санаттар. Басқа бөлімдерді қарау үшін свайп жасау жеткілікті. Барлық бөлімдерде олар біреу және санаттар түрінде рөл ойнайды. Санаттар отырған бөлімнен тәуелділікке өзгеруі мүмкін. Қосымшалар бөлімі. Қосымшалар бөлімі өзіне әлеуметтік желілер, мессенджерлер, мобильді банкинг, аспаптарды қамтиды. Фильмдер бөлімі. Бұл бөлімде фильмдер бар. Кітаптар бөлімі. Мұнда кітаптар орналасқан. Негізінен фильмдер мен кітаптар бөлімдері ақылы. Біздің телефонымыздың жоғарғы бөлігінде іздеу жолдары орналасқан. Ол іздеу функциясын орындайды. Белгілі бір бағдарламаны табу не болмаса көшіру үшін төмендегі әрекеттерді жасаймыз. Бірінші қадам. Іздеу жолын бассақ, пернетақта ашылады. Екінші қадам. Ашылған пернетақтаға біз іздеген бағдарламаның атын тереміз және оң жақ төмендегі лупаны басамыз. Үшінші қадам. Пайда болған тізімнен өзімізге керекті бағдарламаны таңдап, атын басамыз. Төртінші қадам. Батырманы орналастыруға басып, бағдарламаның жүктелуін аяғына дейін күтеміз. Бесінші қадам. Ашу батырмасын басамыз. Ары қарай бағдарламаға кіру үшін жұмыс үстеліндегі қосымша белгісіне басу жеткілікті. Комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.